Қабдеш Жұмадилов, Бұқарбайдың бұқасы. Бұқарбайдың большевик совхозына көшіп келгеніне онша көп уақыт бола қойған жоқ. Ұзаса 10 шақты жылдың айналасы. Онда да күре жолдың үстіндегі совхоз орталығын аялдамай, оның шалғайдағы бөлімшесі Көкөзек ауылына келіп қоныстанған. Ата жұрты осы төңірек болғанымен, өзі ішкі жақта орыс арасында туып өсіпті. Баяғы кәмпеске жылдары әкелерін Байғұлаққа жатқызып, Құлынды даласына жер аударған екен. Сол жақта ірге теуіп тұрып қалса керек. Ағайындарынан көңілі қалғаны соншалықты кейін заман түзеліп кеңшілік орнаған кезде де елге қайтуға асықпаған. Бұқарбай көшіп келгенде жасы 90-ға таянған әкесі Сүйіндік әлі тірі екен. Бір кезде ұядан үркіп, қағынан жеріп кетсе де, өлер шағында туған жерден топырақ бұйыруын тілеп, ұлы мен немерелерін елге бастап келген осы қарттың өзі деседі. Тілеуі дұрыс, ниеті хақ екен. Бір жылға жетпей Сүйіндік қайтыс болды. Жұрттың сәл шиып қалғаны, Бұқарбай әкесін ауылдың іргесіндегі қалың зиратқа жерлемей, сонау тау алқымындағы Сүлеймен сайының оң жақ қабағына жеке апарып қойды. Әкемнің өсиеті солай, деді мәнісін сұрағандарға. Бәрі кейін мәлім болды. Сүлеймен сайы деген атау қайдан шықты десек, Сүлеймен жаңағы Сүйіндіктің әкесі екен. Сайдың аузындағы қазіргі сиыр базар тұрған шұрайлы алқап сол Сүлейменнің қыстауы көрінеді. Бұқарбай жыл уағына жеткізбей әкесінің басына силикат кірпіштен аппақ күмбез орнатты. Қазір биік қабақ үстіндегі жалқы зират сонадайдан көзге салып тұр. Ата жөнін білетін бірлі жарым көнекөз қарттар болмаса, былайғы жұрт алыстан туысымыз келді екен деп құрауша қойған жоқ. Жай кәсіп іздеп жүрген көп кірменің бірі ретінде қабылдады. Соған орай Бұқарбай да ағайындарына тым жалбақтай қоймады. Ауылдастары жігіттің бұл суықтығын орыс мінезіне байлаған. Бұқарбайдың әйелі Ұранхай 6 айлық қыз екен. Аты Ердениха. Содан өрбіген ұл қыздар аралас 5-6 баласы бар. Жұрт жігіттің өзінен гөрі сол бала шағасын көбірек тамашалады. Сұңғақ бойлы омыраулы келген қиық көз Ердениха Қараторының әдемісі. Сірә Ұранхай түбі түрік болса керек, әйелі де балалары да қазақша біліп тұр. Ал жасы 40-тың ішінде ендарлаған Бұқарбай еңсеге ірі денелі, жауырыны қақпақтай қайратты сом жігіт тұғын. Өзі техника тіліне жүйрік, темір терсекті қайыстай илейтін ұста. Көкөзекке келісімен машина тракторлар тұратын гараждың кілтін ұстады. Осында кішігірім шеберхана, токар станогы бар. Қашан көрсеңді көрікті қыздырып қойып, көк темірді кәуіптай қақтап жатады. Бұқарбай келгелі әлде бір бөлімшеде кем болып, кеңкиіп босқа тұрған талай тракторлар дүрілдеп жүріп кетті. Бұл жігіт бос жүру дегенді білмейді екен. Әр қадамы есепте, өз бетімен қыдырмайды. Тек әдейілеп шақырған үйлерге ғана барады. Бірақ бұл да жазулы. Дәм татырған үйлерге қағаздыға түртіп қояды да, кезегі келгенде қарызда қалмайын деп қарымта шай береді. Қазақша құда жекжат, туыс, жұрағат дегенде біліңкіремейді. Оқта-текте орақ шалғы, аттың тағасы, бәкі пышақ соғып алсаң, сол мінез алдын ала ақы төлеуің керек. Орыс мінезді жігіттің осы қылығын ауылдастары ұнатпай, оны сырттай қыжыртып жүреді. Бұқарбай көшіп келген соң, арада 2-3 жыл өтпей кеңес үстемдігі құлап, ауылда реформа басталып кетті. Бұл науқаннан шығыстағы Ақбұлақ ауданында шет қалған жоқ. Қашанда орталықтан шалғай шекара бойында жайлаған елдің тым саясатшыл, белсенді болатын әдеті. Оның үстінде Ақбұлақ өңірі кеңес дәуірінде НКВД, КГБ деген мекемелердің тәрбиесін көп көрген. Жоғарыда қандай бұйрық келсе де орындауға әзір тұрады. Бірде-бір науқанда артығымен атқармаған, асыра сілтемеген жері жоқ. Баяғыда осыдан 60 жыл бұрын байларды кәмпескелеу, ұжымдастыру, халық жауларын аластау кезінде де бұл аудан алдына жан салмаған. Нәтижеде халықтың қақ жарымы Қытайға ауып,
бір бөлігі Ресейді паналап, мұнда тек өкіметке шын берілген пролетарлар ғана қалып еді. Ақбұлақ тұрғындары бұл жолда сол үрдістен танған жоқ. Жоғары жақтан жеткен жекешелендіру туралы нұсқау шығар шықпастан білек сыбана кірісіп кетті. Баяғыда төңкерісшіл аталар көп бейнетпен зорға құрған колхоз бен совхоздың олар немерелері айналасы 1-2 жылдыға жеткізбей күлін көкке ұшырып, лезде таратып жіберді. Ол кезде белсенділер байлардың малына жаудай тисе, бұл күнде пысықтар кеңес өкіметі ұзақ жыл тірнектеп жинаған байлығын талауға келгенде аталарынан да асып түсті. Байлық дегенде ауылда қазына 4 түлік мал ғой, сол малды сойып сатты, бартерге айырбастады. Әйтеуір 1-2 жылда құртып тындырды. Тірі мал ғана емес, көкөзекке қарасты азын-аулақ техникада көрінгеннің қолында кетті. Әлі де болса кірме аты қалмаған Бұқарбай бұлардан ішкі ісіне араласқан жоқ. Тек ортадағы мал-мүліктің талауға түсіп жатқанын көргенде, Құдай-ау, қолындағы бар байлыққа иелік етпейтін, есеп-қисап жүргізбейтін мұндайда мемлекет болады екен деп иығын көтерді қойды. Бар бітіргені гараждағы машина мен тракторды жұрт қоймай талап бара жатқан соң, салбасы шыққан ескі Беларусьті бұл да қорасына кіргізіп алған. Ескі деп ешкім қызықпады ма? Әлде әуелден тізімде жоқ нәрсе ме? Әйтеуір сол тракторды жоқтаған ешкім болмады. Ал ортадағы қалған құтқан малды бөліске салуға келгенде Бұқарбайды ешкім елеген жоқ. Сірә бұл әу баста тізімге ілікпеген сияқты. Сол кезде ортадағы малдың өзі де шағындалып қалған. Совхоздағы 40 мың қойдан 10 мыңдай қалған екен, оны да басшылар акционерлік қоғам құрамыз деп сылтаумен орталыққа жинап алып кетті. Ал енді мыңдай жылқыны қайда кеткенін ешкім білмейді. Ең соңында көкөзек бөлімшесінде бір табын ғана сиыр қалыпты. Бөлімше бастығы Кәкімбек әр нәрседен хабары бар, талапты, намысты жігіт болатын. Әрі осы ауылдың төл тумасы. Сол Кәкімбек жаңағы бір табын сиырға көз жазып қалып, ел алдында ұятқа қалармын деп, бір күні Наурыз мейрамында жұртты жинап, қолымызда осы елдің табан ет маңдай терімен жиналған әжептәуір малы бар еді. Құл қойған құйқаны мінтей тауысты дегендей, қазан түбінде қалғаны бір табын сиыр ғана. Тым құрыса жекешеленді деген ырым болсын, бір қарадан ұстап алыңдар, жоғарыға жауабын өзім беремін депті. Сол сөздің аузынан шығуы мұң екен, анталаған жұрт қорадағы сиырға лап қойды. Көкөзектегі 200-дей түтін бар. Жапа-тармағай жабылғанда үй басына бір сиырдан әзер жетіпті. Ірі қараға қол жетпей қалған тайынша торпаққа да риза болса керек. Санатқа ілінбей малдан мақұрым қалған кісі жалғыз Бұқарбай ғанаға. Малды қойшы, бүлінгеннен бүлдіргі алмай қояды. Бірақ көрер көзге үлестен қағылды деген жаманат. Ақыры ол да намысқа шауып Кәкімбекке барып өкпесін айтты. Баяғыда атам Сүлеймен 5000 қойын, 500 жылқысын, үйір түйесін, сиырын кеңес өкіметі тартып алып, осы елдің пышақ үстіне бөліп берген екен. Сол малдың сілекейі ретінде маған тым құрса бір бұзау бұйырмаған ма? Деп түсін суытқа салды. Кәкімбек жаста болса сөз түсінетін аңғарлы жігіт еді. Орында айтылған өкпеге жауап таппай шырқырап кетті. Қап Құдай, мені қос қолдап ұрған екен, қалай ғана ұмыттым сізді. Бәрінен де аруақтан ұят болды-ау. Айыптымын. 2 бұзаулы сиырым бар еді, соның біреуін айып қалыңыз, разы болыңыз деп шын пейілмен. Бірақ оған көне қоятын Бұқарбай ма? Жоқ, бастықтан айып алатындай мен кіммін сонша? Менің алашағым сенде емес, колхозда. Маған ортаның малы керек, деді қара сарысып. Кәкімбек тығырыққа тірелгендей бір сәт маңдайын ұстап отырып қалған. Сол орталығында аша тұяқ қалдау дейсің бе қазір? Енші алып кеткен енді сауырын сипатар дейсің бе? Деп біраз қиналып отырды да. Таптым деп орнынан ұшып тұрды. Айтпақшы қасқа бұқа бар екен. Ол тіпті есте жоқ. Ол да бір түліктің басы ғой, сол бұқаны алсаңыз қайтеді? Кәкімбек бұқа да болса бір малдың табылғанына керемет қуанып кетті. Жағдайды тез пайымдау үлгерген Бұқарбай бұдан арыға кергіге лайықсыз көрді. Жарайды, айтқаның болсын. Маған әйтеуір ортаның малынан үлес тисе болғаны, деп артық сөзге бармады. Екеуі барып қараса,
Шында да даңғырадай ашық қорада қызыл қасқа бұқа жалғыз қалған екен. Бұлардың қасына таянғанда төр жақта күншуақтап жатқан жерінен созалаңдай түрегелді. Жануар үйелмені үйдей сүйекті мал екен. Қасқа емес, алада емес, маңдай тұсында ай қасқа аппақ, сонан соң сауырында құйрық ұшында аздаған аласы бар. Мүйізі арбақ емес, тікше шаншылып тұр. Өмірі бұйдай тағылмаған, мойнағаш кимеген, тек бұқалық міндетін ғана атқарып жүрген бір түліктің еркесі ғой. Қазір жыл шыққан ерте көктемде әлі тым ояң тарта қоймаған. Хайуан болса үйірден айырылу оңай дейсің бе? Қасқа бұқа қазіргі кейпін әлдебір мұңайғандық, адамға қара тартқан мойысалдылық байқалады. Қорықпаңыз, қолдан жеп үйренген мал ғой, кісіге тиіспейді, деді Кәкімбек, қасқа бұқаны қалай да өткізуге тырысып. Шынында солай екен. Бұқарбай қасына барып, мойнынан әукесінен сипап көруді бәлендей шадыр мінез танытпады. Мүйізінде жіпті тағып жетектеп кезе көп тартынбай жүріп кетті. Бұл өзі асыл тұқым жас бұқа. Көңілі енді орнына Кәкімбек мақтауын асырап келеді. Егер семіртіп сойсаңыз, 1,5 тонна ет беретін шығар-ау. Бұқарбай үндеген жоқ. Оның өз есебі өзінде еді. Қасқа бұқаны жетеліктеген күйі ауылдың қақ жарып, гараж жақтағы өз үйіне қарай бет алды. Көшеде бұған күле қарамаған кісі жоқ. Тіпті кейбіреулер ашық келеке қылып, «Уа, бұқан құтты болсын. Саған Зеңгі бабаның өзі тиіпті-ау. Бұқаның құйрығын майламайсың ба?» деп. «Мұны енді не істейсің? Сауып ішесің бе?» десіп сайқымазаққа айналдырды. Бұқарбай бұларға ләм деп тіс жарған жоқ, бірақ іштей қатты ширығып, ызадан жарылып жаздап келерді. «Бәлем, тұра тұрыңдар. Осы қылықтарыңды алдыларыңа келтірмесем ит болайын. Қасқа бұқаның умасына зар боларсыңдар әлі», деп серт ұстаған адамдай жүре берді. Әлдебір тәуекел бел байлаған Бұқарбай қар кетіп, жердегісімен орталықтағы бұрынғы үйін тастады да Сүлеймен сайының аузындағы қаңырап бос қалған сиыр базына көшіп түсті. Көшкенде қажетті темір терсегін артып, қаз-үйрек, тауығына дейін қалдырмай өзінің 2 сиырына қоса қасқа бұқаны айдап кетті. Көкөзектің халқы аң-таң. Біреулер, «Әр қанша дегенмен жатпауырлығы қалмайды-ау, ағайыннан безіп айдаладағы жалғыз үй отырғанын қарашы», деп қыжырса, жөн білетіндер, «Қайтсын байқұс, әкесінің моласы да сонда жатыр, атадан қалған қыстауына өзінше иелік еткен шығар», десіп оның ісін ақтады. Бірақ жұрттың қысыр әңгімесі Бұқарбайдың шаруасы болған жоқ. Даңдың аулақ кең жерге келген соң өзінің ойға алған жоспарын біртіндеп орындауға кірісті. Ол еншіге тиген ескі Беларусьті баяғыда жөндеп алған. Оған тіркейтін қорапта телешкісі тағы бар. Өзі құрастырып алған 200 соқасы да сақадай сай тұр. Қыстаудың аяқ жағынан топырағы қалампыр көңірсіген шұрайлы алқап болушы еді. Көктем шыға тракторына жаңағы соқаны тіркеді де қара жердің қыртысын айыртып егін салуға кірісті. Сүлеймен сайында дөйділеп ағып жатқан жарты құлақтай су бар тұғын. Бала шағасымен жаулы жүріп жаңағы бұлақты қиялап тоған шығарда қазет кезінде бұра салатындай етіп егістікке оқтап қойды. Бір сайдың қуысында жатқан Бұқарбай бұл тірлігіне былайғы жұрт бейхабар тұғын. Күнкөріс қамымен басы қатып жүрген адамдар, жұмыссыз қалған жұрт екі қолын алдына сидыра алмай сенделіп бос жүр. Және сол тұста ауылдан жанармай қат болып, бұрын ағылып жататын автобустар көзден бұлбұл ұшып, біреуге біреу қатынаудың өзі мұң болған. Ауыл-ауылға қыдыруға былай тұрсын, тығыз шаруасы барлар небәрі 20 шақырым жердегі аудан орталығына жете алмай қалған кез. Міне дәл осы тұста ауылдастарын таң қалдырып Бұқарбай тағы да көзге түсті. Бір күні таңертең жүрдек Беларусьқа телешкасын тіркеп алып, ауыл ортасындағы алаңда тұр. Жай тұрған жоқ-ау. Кәне, кім қайда барады? Аудан орталығына қажет болса мархабат. 1 сағатта апарып тастаймын деп жар салып айғайлап тұр. Көлік күткен
Көпшілік басында тележкаға қарай лап қойды да кенет қайта секірді. Ойбай көтек, мынауың ақы аламын дейді ғой, босқа емес билет сататын көрінеді, деді бір әйел баж-бұж етіп. Шынында солай боп шықты, ақыл екен. Аудан орталығы Ақбұлаққа дейін 50 теңге. Қайтар жолы тағы бар. Несиеге қарамайды. Қолма-қол ақша төлеу керек. Ауылдастары ағайыншылықты білмейтін Бұқарбайға наразы болып біраз шу шығарды. Ұрысты сөкті. Ой, сұмдық-ай деп жағаларын ұстады. Бірақ басқа амал таппай, ақыры таласып тармасып тележкаға мінді. Сұмдық ештеңесі жоқ. Бұған да 20 шақты кісі сиятын көрінеді. Жүрісі жайлы. Тележканың табанына шөп төсеп, үстіне кенеп жайып қойыпты. Ауданға шұғыл шаруасы бар адамдар Ақбұлаққа алып барып, түске таман алып қайтады. Көлік таппай қысылып тұрғанға бұдан артық не керек? Бұқарбай осылайша күніне бір кейде 2 рейс жасап жүрді. Жол ұзарған сайын билет бағасы да қымбаттай береді. Мұның сыртында отынымды әкеліп берші, шөбімді түсіріп берші деп жалынатындар қаншама. Тұяғы қимылдап кетсе ақша. Дайын ақшасы жоқтың қой қозысы, тоқты торымы тағысын ала береді. Аттап басқанына ақша сұрайтын жігіттің бұл қылығы ауылдастар ақыры үйрене бастады. Бірақ бұдан кейін көрінгендер ойыншық екен, Бұқарбай негізгі көзірін соңына сақтапты. Көзірі не дейсіз ғой? Ол баяғы қасқа бұқа. Қасқа бұқаның ақылы қызметі. Алдын ала ақша төлемесе бөтен сиырды бұқаның маңына да жолатпайтын көрінеді. Мұна сұмдықты естігенде Көкөзек тұрғындарының үстіне жай түскендей болды. Сол жылы қас қылғандай жаз шыға салысымен жекеменшік сиырлардың жаппай күйлемесі бар ма? Жын қаққандай бір-біріне артылып ауылдан шығып кете жаздайды. Күйлеген сиырлар бұқадан басқа ем бар ма? Ал бұл өңірдегі жалғыз бұқа Бұқарбайдың қолында. Амал жоқ, Көкөзектен шыққан беделді делегация Сүлеймен сайына қарай бет түзеді. Мәселенің анық-қанығына көз жеткізіп, қолдан келсе Бұқарбайды ағайыншылыққа көндіріп қайтпақ. Келіп қараса жұрттың айтқаны рас екен. Қасқа бұқаны өріске жібермей, алдына көк баласы салып, жұмыртқа қосқан жем беріп, күндіз-түні қорада ұстайды. Есігінде үлкен құлып тұр. Соны көргенде-ақ делегацияның беті қайтып қалды. Әйтсе де бұрын-соңды бұл өлкеде болып көрмеген жаңалық саналарына сияр емес. Бұқа деген тау-тасты басына көшіріп емін-еркін жүрмейтін бе еді? Күйді келген сиырды кезегімен қашырып жатпайтын ба еді? Тіпті бұқаны мал деп іздеген кім бар? Қазекең бұқа кімдікі болса, оныкі болсын, бұзау өзімдікі деп жүре беретін. Оны аз десеңіз, осы жұрт бұқаны малым бар деме, бақсыны байым бар деме. Бұқаның өзі қартайса да мұрны қартаймайды. Зәлім бұқа бұзаудың арасында жүреді деген жануардың бәтуасыздығы туралы неше алуан мысқыл сөздер шығарған жоқ па еді? Мына бұқпантай заманда бұқанда пұл болғаны ма? Ақыры өздерінің неге келгендеріне есіне түсіп Бұқарбайға бұйымтайларын айтты. Қасқа бұқаға бір ай демалыс бер. Сиырлардың сауабын алып, табының ішінде еркіндік бір жүріп қайтсын. Ағайын адамдарымыз ғой, кейін есептесе жатармыз, десті жалынғандай болды. Бірақ бұл сөзге Бұқарбай елге қоймады. Басы ауған жаққа қаңғып көрінген қорада түнеп қалатын баяғының бұқасы жоқ бұл күнде, деді бас қысқа қайырып. Бизнес дегенде естулеріңіз бар ма? Бұқа керек болса, бұзау мен сүт керек болса, алдымен ақшасын төлеңіздер. Сонда бұқаның бір артылғаны қанша тұрады, деді бір жігіт бизнестен хабары бар екенін байқатып. Осы сұрақ әркімнің көкейінде тұрса керек, жиналғандар алға қарай ентелей түсті. Сиыр басы 500 теңге, бұзауға кепілдік беріледі. Бір жолда тоқтамаса, жарым бағасына қайталауға болады. Көпшіліктің арасында жасы 80-ге келген Сәбден деген шал тұр еді. Сол ақсақал тамағын кенеп өзінше сөз бастады. Бұқарбай шырағым, мен сенің әкең Сүйіндікті, атаң Сүлейменді де көрген кісімін. Екеуі де бастарына бақ қонған осы елдің ырысы болған адамдар еді. Сол жақсылардың ұрпағы мына сен елде жоқ ұрын бастап, бұқаның шыбығын сатқаның қалай?
Оның өзінде бәрімізге ортақ кешегі колхоздың бұқасы емес пе? Деген күңірене тіл қатып. Бұл кісіні Бұқарбай да сырттай білетін, кезінде қатты белсенді болған адам. 30-шы жылдарды беліне тапанша байлап қайыс асынып жүреді екен. Сәбден келе жатыр дегенде жылаған бала уанатын болған. Сол әңгімелерді есіне түсті ме, көмейіндегі сөзін ірке алмай қалды. Өзіңіз мақтап тұрған сол Сүлейменнің де түбіне жеткен сіздер емессіздер ме? Бар байлығын тартып алып қана қоймай, ақыр осы елден кетіріп тындырдыңыздар. Дауыңыз қасқа бұқа болса, сіз алдымен атамның малын қайтарыңыз, мен қасқа бұқаны қайтарып берейін. Шал мұндайды күтпесе керек сасқалақтап қалды. Ол кезде уақыт солай болды ғой деп күңілжілдеді. Ендеше мен де сол уақыттың құлымын. Меншікті бір тұтқан заманда тегін дүние болмайды. Әрқандай қызметте ақы төленуі тиіс. Сөз осымен біткен. Беті теріс бұрған Сәбден шал атына мініп жүріп кетті. Ол әсілі сиырды сылтауратып Бұқарбайға соқты үшін әдейі келген секілді. Оқшантайында қалған ақырғы оғын атып кетпек. Бірақ Сәбденде қалған ағаш жоқ болатын, Бұқарбайдыға дарымады. Ал басқалары не істейді? Аталас ағайындары бұған ұрысты, сөкті, жерден алып жерге салды, ой сұндығай деп жағаларын ұстады. Ақыры Бұқарбайдың дегеніне көнді. Көнбеске амалдары жоқ. Бір үйдің аузын аққа тигізіп отырған жалғыз сиыр қысыр қалса не болмақ? Сүттен қағылатын өз алдына бұзау бермейді. Мына заманда бұзау да бір ірі қара болып тұр ғой. Сонымен амалы құрған жұрт сиырларын жетектеп Сүлеймен сарына қарай чұбыртатын болды. Кей күндері сиыр базына алдында кәдімгідей кезекте тұрып қалады. Сиыр көп, бұқа жалғыз. Қанша күтімде тұр дегенмен хайуанда белгілі мөлшерден аса алмайды екен. Өз үстіне мұқият Бұқарбай арнайы дәптер ашып қойыпты. Соған мал иесінің аты жөні, сиырдың түр-түсі, айы күні жазылып отырады. Ертең дау тумау үшін мал иесі оқиғаның басқасында болып, соңына дәптерге қол қою керек екен. Оның үстіне сиырлар да біркелкі емес қой. Жасы, кәрісі, арығы, семізі, байсалдысы, тұштақайы бар дегендей. Кекірейлеп тұрған тоқбұқа әукесі түспесе, қартаңдау арық сиырларға бой салып қумауы да мүмкін. Мұндайда мал иесі сиырдың басын ұстап тұруға тура келеді. Осылайша көкөзектің күйлеген сиырлары жаз бойы қасқа бұқаның бауырынан өтіп жатты. Ел ұшы гу-гу. Ауылдастары Бұқарбайдың бұл қылығына сан саққа жүгіртіп, әлі күнге дейін саналарына сыйдыра алмай жүр. Баяғы бөлімше бастығы Кәкімбек кейін ауданға жоғарылап кеткен. Сол жігіт жақында Бұқарбайға сәлем бере келіпті. Қасқа бұқа бір түліктің басы, көкөзектің құты еді. Сол құт енді сізге келіп қонды. Ағайын жұрт не демейді? Мал тани білмеген өздеріне, обалы өздеріне. Қайта еңбек етек басты емшек елде өстіп бизнеске баулығаныңыз дұрыс болды, деп аудан басшылары мұны қолдайтынын айтып кетті. Өз ісінің дұрыстығына Бұқарбай да іштей сенімді болатын. Ол қасқа бұқаға байланысты науқан кезінде бір кісіден ғана оңбай жеңілді. Бірақ оның да түбі жақсылыққа айналған. Ауылда бұрын сауыршы болып істейтін Қаншайым деген жесір келіншек бар тұғын, үріп ауызға салғандай ақсарының әдемісі. Айтысына қарағанда ана жылы жол апатына қайтыс болған күйеуі Бұқарбаймен аталас көрінеді. Әйтеуір сол әйелді көргенде жүрегі құрғырдың атқақтап кететін әдеті. Қаншайымда өз бағасын білетін болар, мінезі ашық, ерке шолжаңдау. Әзіл сөзге де жүріп тұр. Оқта-текте кездесіп қалғанда қайнағамен де ойнағамыз деп сүйкеніп тұрады. Бұқарбай ел аяғы сиреп қалған күндердің бірінде есік алдына шықса, қызыл құнажын жетектеп сол келіншек келіп тұр. Қалыңыз қалай қайнаға? Бүгін бұқаңыздың қолы бос бекен? Деп назбен көзін төңкерді. Сол күні Бұқарбайдың да іші пысып ерігіп тұрған, «Я, бұқада не бұйымтайыңыз бар еді?» деп әдейі сөз шығару үшін. «Бізде не бұйымтай болсын? Мына қарасан келгір қой, көрінген малға артылып маза бермей қойған. Осыны сіздің бұқаға иіскетіп алайын» деп. Құр иіскегеннен іс біт шықпайды ғой, келін жанау. Иіскеу жай сүйіскен секілді бірдеңе.
Тағы не істеу керек сонда? Ой, оның толып жатқан шаруасы бар, деді Бұқарбай қыз жаққа басып. Малда да махаббат деген болады. Ту қайнағай, қайдағыны еске салатыныңыз-ай осы. Қаншайым қалтырай күрсінді. Бұлданбай бұқаңызды көрсетпейсіз бе? Асықпаңыз. Әуелі сіздің бойжеткенге біздің жігіт қалай қарайды екен? Мәселе соған байланысты. Бұқарбай соны айтып қызыл құнажынды қораның ішіне енгізіп жіберген. Жануар хайуанда болса тіршілік заңына қатты зәру боп келсе керек, бірден иіс алып тақаса берді. Балықтай жас құнажын көргенде ана жақтан қасқа бұқада өңгендей ұмтылды. Иесіз ғой, кейін дауыл туып жүрмесін, анықтап қарап алыңыз, деді Бұқарбай келіншекке иек қағып. Ұят-ай, қалай қарап тұрамын? Несі ұят? Жан-жануарға ортақ табиғаттың заңы. Айтыңызшы, осыдан асқан рақат бар ма дүниеде? Бұл кезде қасқа құжбанда өз шаруасын аяқтап, қызыл құнажынан анализ алып болғанды. Бұқарбай бұрылып қараса, Қаншайым өрттей қызарып өз-өзіне алқынып тұр екен. Екі көзі бегілді бүкірейген мықшиған құнажынға қарап қалыпты. Шаруаңыз орындалды да, келінжан. Енді 9 айдан кейін үйіңізге бір қасқа бұзау келеді деп есептей беріңіз, деді жігіт насаттанып. Жаңағы ғажайып көріністен еңсеңгіреп қалған келіншек енді ғана ес жинап өзіне келе бастады. Мал есіне тартады деуші еді. Өзіңіз де осындай қайраттысыз ба, қайнаға, деді әлден уақытта. Оны білу үшін байқап көру керек қой, келінжан-ау. Байқауға болар еді, бірақ сіз удай қымбат ақы сұрайма деп қорқамын. Бұқарбайдың сүрінген жері де осы болды. Екі беті өрт шалғандай ду ете қалды. Ұялған тек тұрмастың кебін істеп, сол арада Қаншайымды бас салып құшақтай алған есінде. Қатырдың-ау, келінжан, жеңілдім. Сол айыбым үшін өзіңді де қасқа бұқанды атадым жолыңа, деп оның 30-ға келген ақ сазандай келіншекті қаңбақ құлды көрмей жас балаша көтеріп алған есінде. Одан арғысы екеуі де біліңкіремейді. Содан бері арада 5-6 жылдай уақыт өткен. Бұқарбай бұл күнде Ақбұлақ аты мәлім ауқатты адамдардың бірі. Баяғы ескі мекенінің қасында еңселі үй тұрғызып алған. Қорасынан 100-ге жуық қой, 20-дан астам сиыр өреді. Бұлақ бойы қаптаған қаз үйрек. Баяғы Беларусьты тастап жаңа трактор, бір жеңілдеу жүк машинасын сатып алған. Есік алдында аппақ нева тұр, қаңтарылып. Балалары өз сияқты еңбеккөр, пысық. Біреуі малға, екіншісі егін мен шөпке қараса, біреуі қала мен аудан арасында меншік автобус пен жолаушы тасиды. Қазір үй қарасы көбейген. Ана жылғы оқиғадан кейін Қаншайымда осы сиыр базасына көшіп келген болатын. Оның қорасы да құр емес. Қасқа бұқадан айнымайтын бір өңкей қызыл қасқа сиырлар Бұқарбайдың аузынан түсіп қалғандай балпанақ балалар өріп шығады. Бұл күнде Сүлеймен сайының іші құжынаған тіршілік. Білетіндері еңбек түбі зейнет деген рас. Шөпте шыққан жеріне шығады екен-ау, деп таңырқай қарасады. Соңы 2000 жыл мамыр айы.